Ассалаумағалейкум достар, бүгін сіздерге қазақ хандығы жайлы айтамыз. Сонымен кеттік. Керей мен Жәнібек хандар қазақ хандығының пайда болуында Қазақстан жерінде 14-15 ғасырларда болған әлеуметтік, экономикалық және этникалық саяси процестерден туған заңды құбылыс. Өндіргіш күштердің дамуы, көпшілік ақсүйектердің экономикалық қуатының артуы, феодалдық топтардың тәуелсіздікке ұмтылуы. Осы негізінде Әбілқайыр хандығы мен Моғолстан арасындағы тартыстың өршуі, әлеуметтік қайшылықтың өдеуі 15 ғасырдың екінші жартысында бұл мемлекеттердің құлдыра-бұдырауына апарып соқты. Әсіресе Әбілқайыр хан 1428-1468 жылы Жусуп-Шайбан дәулет-шайына оғланның ұлы хандығына өте нашар еді. Территориясы батысында Жайықтан бастап шығысында Балқаш көліне дейінгі, оңтүстігінде Сырдарияның төменгі жағы мен Арал өңірінен солтүстігіндегі Тобылдың ортағысы мен Ертіске дейінгі жерді алып жатты. Бір орталыққа бағынған мемлекет болмады, көптеген ұлыстарға бөлінді. Олардың басында Шыңғыс хан әулетінің әр тармақты ұрпақтарының, көшпелі тайпалардың билеушілері тұрды. Әбілқайыр билік еткен кезде халық өзара қырқыс пен соғыстан шаршады. 30-шы жылы ол Тобыл бойында Шайбани ұрпағы Махмұд қожаны талқандады. Сыр бойында далада Жош әулетінің Махмұд ханы Ахметтің Тоқта Темір тұқымы жеңді. 1446 жылы Әбілқайыр хан Темір ұрпақтары мен Ақ Орданың хандары ұрпақтарынан сыр бойы мен Қаратау баурайында Сығанақ, Созақ, Ақорқан, Өзген, Ақүрек сияқты қалаларды басып алды. 1457 жылы Өз-Темір Тайшы бастаған ойраттардың жайылым жерін іздеген Түркістан өңіріне жеңіліп қалады. Масқаралық шарт жасалып, ойраттар шу арқылы өз жерлеріне кетті. Ал Әбілқайыр өз ұлысын қатал тәртіп шараларын орнатуға кірісті. Бұл халық бұқарасы оған деген өшпенділікті күшейтті. Нәтижесінде халықтың жартысы шығыс дешті Қыпшақта, Түркістан алқаптарына және Қаратау бөктерлерінің Жетісудың батыс өңіріне көшіп барулары еді. Оны Жәнібек пен Керей басқарды. Дешті Қыпшақ пен Жетісудағы көшпелі бұқара феодалдық қанаудың күшеюі соғыстарға наразылық ретінде хандар мен феодалдық қол астынан көшіп кетіп қоныс аударды. Сөйтіп 15 ғасырдың 50-70 жылдары, яғни 1459 жылдары Әбілқайыр хандығының Жетісудың батысында Есенбұға хан көшіп келеді. Олар қоныс аударудың бір себебі олар Шыңғыс хан әулетінен шыққан Керей хан мен Жәнібек ханның жаңа қалыптасып келе жатқан қазақ халқының дербес мемлекетін құруы, оның тәуелсіз саяси және экономикалық дамуын қамтамасыз ету жолындағы қадамы мен қызметі өз ықпалын тигізді. Жетісу рулары мен тайпалар мемлекеті бірлестігінің орталығына айналды. Олардың саны 200 мың адамға жетті. Моғолстан ханы Есенбұға өзінің солтүстік шекарасын қорғату үшін, сондай-ақ өзінің бауыры Тимурид Әбу Саидты қолдап отырған Жүністің шабуылынан батыс шекарасын қорғату үшін пайдаланды. Батыс шекарасын қорғату үшін Жәнібек қазақ хандығының тұңғыш шаңырағын көтерген Барақ ханның ұлы, ал Керей оның ағасы Болат ханның баласы Бақтаров басталатын қазақтың дербес мемлекеттігін жойылу күресті. Оның туған ұлы мен немересінің жалғастыруы табиғи құбылыс. Мырза Мұхаммед Хайдар Дулати қазақ хандығының құрылуы уақытындағы хижраның 870 жылы, яғни милади жыл санауы бойынша 1465-1466 жылдарға жатқызады. Қазақ хандығының алғашқы ханы болып Керей жарияланды 1458-1473 жылдары. Одан кейін қазақ ханы болып Жәнібек сайланады 1700-1480 жылдарда. Бұлардың тұсында Жетісу халқы 1482 жылы Моғолстан мен Есенбұға хан өлгеннен кейін ондағы тартыстың күшеюіне байланысты өзара ынтымақтастықтың нығаю үлесін қосты. Әбілқайыр хандығына көшіп келушілер Жәнібек пен Керейдің қазақ хандығын күшейте түсті. Едәуір әскери күш жинаған және Жетісу берік қорғанысы бар Жәнібек пен Керей жошы әулетінен шыққан сұлтандарды шығыс дешті Қыпшақ билеушілері жолындағы күресіне қосылды. Бұл күрес 1468 жылы Әбілқайыр өлгеннен кейін қайтадан өршіді. Қазақ хандығының басты жаулары Әбілқайырдың мұрагерлері, оның ұлы Шайх Қайдар мен немерелері Мұхаммед Шайбани мен Махмұд сұлтандар болды. Сыр өңірі мен Қаратау қазақ хандығының батыс Жетісу иеліктерінің ең жақын болды. Жәнібек пен Керейдің хандар сауда-экономикалық байланыстардың маңызды орталықтар және күшті бекініс болып, сыр бойындағы қалаларға өз құқықтарын орнатуға тырысты. Сондай-ақ сырдың төменгі және орталық салаларының жерлері қазақтың көшпелі тайпалар үшін қысқа жайылма деді. 70 жылдарда Сауран Созақ түбінде үлкен шайқастар болды. Астана, Түркістан, Сығанақ
біріккен қазақ хандары немесе Махмұд-Шайбаниді басып алып отырды. осыдан шайқастардың бірінде көрнекті қолбасшы Керейдің ұлы Бұрындықтың болды. Ол 1480 жылдан бастап хан болды. Соның нәтижесінде 15 ғасырдың 70 жылда қазақ хандығының шекарасын кеңейте берді. Оңтүстік Қазақстан қалалары үшін Шайбани әлеуметтік арадағы соғыстар Жәнібек ханнан кейін қазақ хандығының билеген Бұрындық хан 1480-1511 жылдар тұсында да толастамады. Батыс жетісудық иеліктердегі оңтүстігінде өздеріне қараған қалаларға созақ сығанақ сауран сүйене отырып алғашқы қазақ хандары Дешті Қыпшақты үкімет билігінің талпынушылық барлық хандардың жеңіп өз биліктерін үлкейтті. Дешті Қыпшақта қазақ хандары билігінің орнығуы Мұхаммед-Шайбаниді Дешті Қыпшақтағы тайпалардың кейбір бөлігін соңына ертіп Мәуереннахрға кетуге мәжбүр етті. Мұны ол Темір әулеті арасындағы өзара тартысты пайдалана отырып үкімет билігін басып алды. Сонымен қазақ хандығының құрылуы ұйытқы болған себептер және саяси этникалық процестер болды. Осы басты Ифат Ерей мен Жәнібектің өз қоластындағылармен бірге көшпелі өзбектердің басшысы Әбілқайырдан кетіп, Моғолстанның батысында қоныс аудару. Мұндағы маңызды оқиға Керей Жәнібекті жақтаушылардың өзбек қазақтардан кейінгі тек қазақтар деп аталуы. Әбілқайыр өлімінен кейін Керей мен Жәнібектің өзбек ұлысына келіп үкімет билігін басып алуы жаңа мемлекеттік бірлестік қазақ атана бастады. Қасым хан кезеңі 16-17 ғасырлардағы қазақ хандығының нығайып осы шекараның едәуір ұлғая түсуі өз тұсындағы жерлердің біріктіруіне әкеліп соқты. Қасым ханның тұсында қазақ хандығының саяси және экономикалық жағдайы нығая түсті. Ол билік құрған жылдары қазақ халқының қазірі мен тұрағы қалыптасты. Бірсыпыра қалалар қосылды. Солтүстік Қасымның қол астындағы қазақтың жайлауы Ұлытаудың асты, оңтүстік Қаратал, Іле өлкелерінде Қасым ханның тұсында Орта Азия, Еділ-бойы, Сібірмен сауда және елшілік байланыс жасалды. Орыс мемлекетімен байланыс болды. Ұлы князь 3 Василий 1530 жылдарда билік құрған кезінде Мәскеу мемлекет еді. Батыс Еуропада қазақ хандығының осы кезде танытып білді. Қасым хан қасқа жолы деген әдет-ғұрып ережелері негізінде қазақ заңдары жасалды. Дегенмен Қасым хан тұсында қазақ хандығы бір орталыққа бағынған мемлекет болмады. Ол Қасым өлгеннен кейін бірден байқалды. Өзара қырқыс, таққа талас басталды. Моғолстан, өзбек және хандарының қазақ билеушісіне қарсы одағы қалыптасты. Өзара тартыс кезінде Қасым ханның ұлы және мұрагері Мамаш хан қаза тапты. Қасым ханның немере інісі Тахир хан 1573-1532 жылдарда хан болды. Оның айрықша егіншілік және әскери қабілеті болмады. Маңғыт және Орат хандарымен әскери қақтығыстар басталды. Ол соғыстар қазақтардың үшінші сәтті болмады. Қазақ хандығының оңтүстігі және солтүстік батыс жерінің бір бөлігін айырылып, оның ықпалы жетісу сақталып қалды. Тахир ханның інісі Будаштың 1533-1534 жылдар тұсында ол феодалдық қырқысулармен соғыстар тоқтаған жоқ. Хақназар кезеңі 16 ғасырдың екінші жартысында әлсіреген хандықтың біріктіруге Қасым ханның баласы Хақназар 35 бен 1080 жылдары өз үлесін қосты. Ноғай ордасының алауыздықты сәтті пайдаланған ол Жайық өзенінің солтүстік жағалауындағы жерлерді қосып алды. Оның тұсында Жетісу мұған Таянчанның басып алуды көздеген Моғол Әбу Рашидке қарсы тұрмыстық күрес жүргізілді. Хақназар өзара тартыста өзбек ханы Абдулланы қолдауға арқылы сыр бойындағы қалаларды Сауран мен Түркістанды өзіне бағындырды. Оның Абдулламен байланыстан қорыққан Ташкенттің ұлы әміршісі Баба Сұлтан жансыздары арқылы Хақназарды у беріп өлтірді. Қасым ханның баласы Хақназар 1538-1580 жылдар тұсында қазақ хандығының нығайтуға біріктіріп дами түсті. Ол хандықты билікті нығайтуға және күшейтуге қаржылық қайрат жұмсады. Өзінің бұрын бытыраңқы жағдайға түскен қазақ хандығы қайта біріктірді. Хақназар қазақ-қырғыз одағын одан әрі нығайтты. Сол заманда тарихи деректерде оны қазақтар мен қырғыздардың патшасы деп атады. Ол орыс-қырғыз одағына сүйене отырып Моғолстан хандарының Жетісу мен Ыстықкөл алабын жаулап алу әрекетін тойтарыс берді. Хақназар хандық құрған кезде қазақ хандығының сыртқы жағдайына аса ірі тарихи оқиғалар болып жатты. Мемлекеттің солтүстігінде Ресей өз иеліктерін қазақ даласынан едәуір жылжытты. Қазан мен Астраханды басып алғаннан кейін Еділ өзенінің барлық аңғары Ресейдің қол астына кірді. Башқұрт және Сібір хандықтары Ресей құрамына енгеннен кейін ноғайлар қазақ хандығының солтүстік шығысын нығыса
бастады. Олар Еділден Метисқа дейін орталықта көшіп қонып жүрді. Башқұрттар мен Сібір татарлар және қазақ жерлерінің енуін тоқтатпады. Сырдарияның төменгі ағысында қарақалпақтар келе бастады. Еділ мен Жайық арасында өңірде мекендеген Ноғай ордасы ыдырай бастады. Ноғай ордадағы ыдырап ауыр дағдарысқа татып болды. Оған қарасты көшпелі тайпалардың бір бөлігі қазақ хандығының келіп қосылды. Хақназар Ноғай ордасының көп ұлысын бұлғарлардың көп қазақтың кіші жүзі Алаштың одағына екенін тайпалар өзіне қаратып алды. Тарихи деректерде Хақназарды қазақтар мен ноғайлардың ханы деп атаған. Сөйтіп 16 ғасырдың 60 жылдарында Ноғай ордасы ыдырап, бұрын оған қараған қазақ тайпалары және олардың этникалық территориясы қазақ хандығының бірікті. Бұрын Ноғай ордасының астанасы болып келген Сарайшық қаласы да қазақ хандығына өтті. Бұл жайық қазақ хандығының солтүстік, батыс және солтүстік жағындағы жағдайға өзгеріс тудырды. Орыс мемлекеті мен қазақ хандығының арасында кең өңірді алып жатқан Ноғай ордасының ыдырауы оның бір бөлігінің қазақ хандығына қосылып, енді бір бөлігінің орыс патшасына бағынуы шығысқа қарай кеңейіп келе жатқан орыс мемлекетінің шекарасындағы қазақ хандығына жақын түсті. 1563 жылы Сібір хандығының билігіне келген Көшім хан мен қазақ хандығының дұшпандық саясат ұстанды. Оның үстіне моғол билеушілері мен қазақ хандары арасында қақтығыстар болып тұрды. Осыны күрделі жағдайлар Хақназар хан қазақ хандығының сыртқы саясатын өзгертті. Өзінің бұрынғы қазақ хандары үнемі жауласып келген Мәуереннахрдағы Шайбани әулетімен одақтастық байланыс орнатуға ұмтылды. Сөйтіп шайбанилық Бұхара ханды Абдулла хан екінші мен оның одақ келісім-шарт жасасты. Соғыс қимылдарды тоқтатып бейбітшілік орнады. Қазақтардың Орта Азия халқымен сауда-саттық қарым-қатынас, экономикалық байланысты жиі ерді. Мұның өзі қазақтың хандығының ішкі жағдайын жақсартуға, шаруашылық өңірдің орналуына тиімді болды. Қазақ хандығының нығаюына түсті. Бірақ қазақ хандығы 1580 жылы Абдулла ханның қарсыласы Ташкент билеушісі Баба Сұлтанның астарына өзінің адамына жіберіп өлтірді. Қадырғали Жалайыридің айтуынша оның да атағы мен абыройы туралы көп айтылады. Алайда Хақназар хан аралында болған қақтығыстар қаза болған. Достар, видео насып жатса әлеуметтік желіге таратамыз. Келесі видео қазақ хандығының екінші бөлігі. Видеоны күтеміз. Аман сау болыңыз.